Сәлем, бұл Мейрамбек. Мен сені осында көргеніме өте қатты қуаныштымын. Дәл қазір біз сенімен өзіңнің қалаған өміріңе, өзіңнің арманыңа жетуге арналған визуализация жасайтын боламыз. Ал ендеше, дайын болсақ, бастайық. Көзіңді жұм, терең тыныс ал. Және жібер. 3 рет тыныс аламыз. Енді денемізді толығымен босатамыз. Басыңызды босатыңыз, маңдайыңызды, құлағыңызды, мұрныңызды, барлығын босатыңыз. Мойныңызды, иығыңызды, қолыңыз, ішіңізді толығымен босатыңыз. Және бөксеңізді, аяғыңызды, аяқ саусақтарыңызды барлығын толығымен босатыңыз. Бұл босаңсу осы процеске тереңірек кіруге сізге көмектеседі. Сол үшін де барлық денеңізді босатыңыз. Ал енді біз бастаймыз. Армандарыңның тез орындалатын бір толқын бар. Және оған кірудің ең бірінші қағидасы ол благодарный, шүкіршіл халіне кіру. Сезінші, ең бірінші қазір демалып отырған ауаңды есіңе түсірші. Бұл ауаны қалай жұтамын, қайда жеткіземін, жинап қояйын, жете ме, жетпей ме деп уайымдап жатқан жоқсың. Ол саған шексіз қызмет жасап отыр. Жаратушы саған осы ауаны шексіз қызмет еткізіп қойды. Рахмет айтшы, жаратушым, осы ауаны қиналмай, уайымдамай жұтып жатқаныма рахмет деп. Және жаратушы бізге суды бар етіп қойды. Сол суды қайдан келеді, қалай тазалаймын деп уайымдап жатқан жоқсың. Сол сумен сенің киімің тазаланады, ыдысың тазаланады, өзің тазаланасың. Рахмет айтшы, жаратушым, осы судың өмірімде бар болғанына рахмет деп. Сезінші, сенің көзің көріп тұр, құлағың естіп тұр, тілің сөйлеп тұр, мұрының иіс сезіп тұр. Енді сен оны не істеп жатырсың? Осы сезім мүшелерінің жұмыс жасауына әрине ешқандай нәрсе істеп жатқан жоқсың. Себебі жаратушы оны сен үшін барлығын реттеп қойған. Қазір тамақ жейтін болсаң, қалай қорытамын деп уайымдамайсың. Ол тамақ ішектерден өтіп, пайдалылары қанға сіңіп, қалдықтары шығып кетеді. Ойлашы, организм барлығы сен үшін қызмет етіп тұр. Жаратушыға рахмет деп айтшы осы үшін. Қарашы, сен қазірдің өзінде шүкіршіл халге түстің. Мен сені құттықтаймын. Жарайсың. Енді келесі ол махаббат состояниесі. Бұл адамдарды жақсы көру дегенді білдіреді. Адамдардың барлығын елестет. Оның ішінде ең бірінші тұрған кім? Ең бірінші тұрған кім? Әрине, ол сен. Сол өзіңе мұқият қарашы. Оған бір нәрсе жетіспей тұр. Ол не нәрсе? Тағы ойлан. Ол не нәрсе? Әрине, махаббат, внимание,
Ол именно сенің вниманиең, сенің махаббатың жетіспей тұр. Көз алдыңа өзіңді елестет, жанына баршы, оны құшақта, бауырыңа бас, басынан сипа, арқасынан сипа. Ол ешкімге керек болмаса да, саған керек екенін сезінсінші. Ешкімге маңызды болмаса да, саған маңызды екенін сезіндірші. Өзіңе айтшы, сені өзгерткім келмейді. Мен сені жақсы көремін. Сен ақша тапсаң да, таппасаң да жақсы көремін. Мен сені успешный болсаң да, болмасаң да жақсы көремін. Сен салақ болсаң да, таза болсаң да жақсы көремін. Жаман болсаң да, жақсы болсаң да жақсы көремін. Танымал болсаң да, танымал болмасаң да жақсы көремін мен сені. Результат шығарсаң да, результат шығармасаң да сені жақсы көремін. Уайымдама, мен сенің қасыңдамын. Всегда поддержка беремін. Сені ешқашан сатпаймын. Естимін сені, беремін саған. Жырайсың, енді өзіңнің ішіңде кішкентай бір нұр пайда болды. Елестет соны, бір от пайда болды көкірегіңде. Енді ол алдыңда тұрған өзіңе жетіспей тұрған бір күшті сезім бар. Ол Аллахтың махаббаты. Елестет, аспаннан ақ алтын энергияның төгіліп, сенің басыңнан өтіп, миыңа жып-жылы болып құйылып жатқанын сезін. Бұл Аллахтың махаббаты. Бетіңе жетті, мойныңа, аяғыңа, қолдарыңа, ішіңе, аяғыңа, аяқ саусақтарыңа жетті. Бұл Аллахтың мейірімі. Ол Ар-Рахман, ол Ар-Рахим. Бұл ешқашан тоқтамайды, шексіз, үздіксіз ағып тұрады. Әрбір клеткаңда мен Аллахтың махаббатына, мейіріміне просто так лайықтымын деп алтын әріптермен жазылып тұр. Бар болғаным үшін, себебі сені Аллах Тағала жаратты. Ол өзінің жаратылысын қатты жақсы көреді. Сені естиді, көреді, сені түсінеді, және саған барлығын беруге дайын. Ол сенің қасыңда, сез осының бәрін. Ол тоқтамайды, ол үнемі құйылып тұр. Саған деген махаббаты үнемі құйылып тұр осылай. Сезін осыны. Және сол махаббат сенен асып тасып жерге ағып жатыр. Сол нұр сенің ата-анаңа, отбасыңа, достарыңа, туыстарыңа, барлығына ағылып жетіп жатыр. Олар да сондай алтын түскен боялып жатыр. Сенің махаббатыңа, Аллахтың сен арқылы беріп жатқан махаббатына боялып жатыр. Енді дауыстап айт. Мен сендерді жақсы көремін. Просто өмірімде бар болғандарың үшін. Жарайсың. Міне сенің махаббатың, Аллахтың махаббаты өзіңе жеткен кезде оларға да жетеді. Қарашы, қандай керемет состояниеде тұрсың сен. Енді осы халде тұрғанда шексіз өзің қалаған Б точкаңды арманда таңдау жаса, барлығын
өзің қалағандай таңда. Қандай үйдесің, қандай машина, қандай клиент, қандай хоббимен айналысып жүрсің, қандай сумма тұр сенің счетыңда, қалтаңда қанша сумма тұр, сейфіңда қанша ақша бар, қандай бизнеспен айналысып жатырсың, қандай магазиннен киініп жатырсың, қандай уход қолданып жатырсың. Сен таңдайсың барлығын. Сенің орныңа ешкім таңдамайды. Сенің таңдауға құқығың бар, сол құқығыңды пайдалан. Таңда барлығын. Ортаң қандай, достарың қандай, барлығын таңда. Саған бірнеше минут уақыт беремін. Барлығын таңдап, өзің қалаған бытышыңды нақтылап арманда. Жарайсың. Енді менімен осы сөздерді бірге қайтала. Маған осылай өмір сүруге болады. Маған осылай өмір сүруге болады. Маған осылай өмір сүруге болады. Жарайсың. Келесі. Мен өзіме рұқсат беремін осылай өмір сүруге. Мен өзіме рұқсат беремін осылай өмір сүруге. Мен өзіме рұқсат беремін осылай өмір сүруге. Жарайсың. Келесі. Маған рұқсат осылай өмір сүру. Маған рұқсат осылай өмір сүру. Маған рұқсат осылай өмір сүру. Жарайсың. Осы рұқсат бергендегі чувствоны сезін. Толықтай сезін. Визуализация осымен аяқталды.
Сен өте мықты жансың. Себебі өзіңе осынша минут уақыт арнап, өз болашағың үшін әрекет етіп жатырсың. Мен сені қатты жақсы көремін және құрметтеймін. Көзіңді ашсаң болады. Менің парақшама тіркеліп алыңыз және де осы визуализациядан қандай әсермен шықтыңыз, менің Telegram немесе WhatsApp немесе Instagram әлеуметтік желіме жазып, өз сезімдеріңізді бөліссеңіз болады. Энергия алмасу ретінде мен де қуанып қалар едім. Төменде описание бассаңыз, менің парақшаларымның сілтемелері тұр. Рахмет, сау болыңыз. Келесі күнгі визуализацияда жолыққанша.